Интернеттің сапасы қандай болуы керек? Қазақстанда интернет сапасына қатысты шағымдарымыз көп. Бізде Қазақтелеком, Билайн, Теле2 бар. Және басқа да операторлар қызмет көрсетеді. Барлығы интернеттің сапасына шағымданады. 2023 жылдың 31 наурызында ғаламторға қол жеткізу бойынша байланыс қызметтерін көрсетудің жаңа ережелері бекітілді. Сізге міндетті: бірінші, байланыс операторының кінәсіне интернет болмаған кезде төлемді қайта есептеуді. Екінші, тәулігіне 24 сағат ғаламторға қол жеткізуді қамтамасыз етуді. Үшінші, артық төленген ақшаны қайтаруға. Төртінші, 7 күн ішінде интернеттің сапасыз туралы өтініштерді қабылдауға және қайта есептеуді жасауға. Бесінші, тарифті тек сіздің келісіңізбен көтеруге құқылы. Сондай-ақ залалды және моральдық залалды өтеу туралы талап арызбен сіздің сотқа жүгінуге құқығыңыз бар.